Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін қыз ұзатуға арналған осындай сәукеле тортының оформлениесін жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен қағазымызды осылай бұрыштап дайындап аламыз. Одан кейін крахмалымызды сеуіп, мастикамызды жайып шығатын боламыз. Дайын болған мастикамызды қағазымыздың көлемімен өлшеп, артық жерлерін кесіп алып тастайтын боламыз. Артық мастикаларды алып тастағаннан кейін сәукелемізді тұрғызып, сәукелеміздің астыңғы бөлігіндегі мастикаларды алатын боламыз. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сәукелеміздің артын сумен ыстататын боламыз. Суымызды барлық жеріне жеткілікті етіп жағып шығамыз. Одан кейін мастикамызды тағы да жайып аламыз, яғни білезігін жасайтын боламыз. Төртбұрышты қылып, білезіктің көлеміне келтіріп, бір келкі қылып жайып аламыз. Дайын болған білезігімізді екі жағын тағы да сумен жабыстыратын боламыз. Осындай силиконовый дайын формамызды алып, мастикамызды үстіне қойып, осылай әртүрлі пішіндерді жасап шығаратын боламыз. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Мен бұны сырға ретінде жасап жатырмын. Қазір мұнда сәукелемізге әшекей ретінде осылай оқтаумен жайып алам. Артық жерлерін кесіп алып тастаймын. Білезігімізге осылай дайындап алған әшекейлерімізді нейтральный гельмен ұстататын боламыз. Нейтральный гель бұл кондитерлік магазинде сатылады. Дайын болған әшекейлеріміздің барлығын кондуринмен, яғни золотистый цветпен бояп шығатын боламыз. Кондуринімізге спиртімізді құйып, бір келкі етіп, барлық жерін жағып шығатын боламыз. Дайын болған сәукелеріміз бен әшекейлерімізді бір күнге қалдырамыз, өйткені мастикамыз кебуі керек. Одан кейін тортымызға қойсақ болады. Бізде қазір тортымыздың іші сүтті қыз торты. Сүтті қыз тортының рецебін менің каналымнан көре аласыздар. Тортымызды ары қарай оформление жасау өз қалауларыңызда. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.